Достар, бүгін мен сіздерге Қытайдың қазіргі таңда хит болып жатқан Pinduoduo маркетплейс туралы сіздерге тіркелуді үйрететін боламын. Ол үшін міне белгіленіп тұрғандай осыны Pinduoduo деп аталады. Бұл маркетплейс. Бұл маркетплейсте жаңағы Google Play'ден скачать етіп аласыздар. Pinduoduo деп жазсаңыздар шығады. Немесе жаңағы iPhone'дар үшін неден App Store'дан скачать етесіздер. Міне кіреміз Pinduoduo'ға. Ең бірінші біз тіркелуді үйренетін боламыз. Мұнда менде өзімнің номеріммен тіркеліп тұр. Сол номерден қазір мен шығамын да жаңадан тіркелетін боламын. Жаңа номермен. Міне қараңыздар, бұл жерде сіздер міне WeChat-пен тіркеле аласыздар. Потом Қытайдың өзінің WhatsApp сияқты QQ-мен тіркеле аласыздар. Және де ең оңай тәсіл ол телефон номерімен тіркеле аласыздар. Мен соңғы жаңағы телефон номерімен тіркелетінді таңдаймын. Таңдаймын осыны. Бұл жерде 086 деген аласыздар да сіздер плюс 7-ге ауыстырасыздар сіздер номерлеріңізге байланысты. Мына жақтан сіздер Қазақстанды таңдайсыздар. Жоғары жағында тұр ғой міне. Міне көрсетіп жіберейін. Міне. Өшірейінде міне. Осыны таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін үстіне басқан кезде мемлекеттердің аттары шығады. Бұл жерден біз Қазақстанды таңдаймыз. Қазақстан бізде плюс 7, Россияны таңдап қоймаңыздар. Ол жерде тоже плюс 7 болып тұрады негізі. Так, міне Қазақстан. Мына жерде мен номерін тіркеймін. Бірақ бұл номерге звондап жүрмеңіздер. Қазір SMS код келеді сіздерге. Күте тұрасыздар. Кейбір кезде 60 секундтың ішінде келмеуі мүмкін, сондықтан қайта-қайта осылай жіберсеңіздер SMS код өзі келеді. Міне маған қайтадан SMS код келмеді. Мен мына жерде қызыл тұрған осы жердегі белгіні басасыздар. Қайтадан секунд номер ойнайтын болады. Күтеміз. Міне маған SMS келді. 3-4 минуттан кейін міне кейін біздің номеріміз тіркелді. Енді не істейміз? Так, міне тіркелді. Осылай тіркелесіздер. Келесі сабақта Pinduoduo'ның фишкаларымен таныстырамын.